туалған ұлттық жобасын қолдау мақсатында Қобыланды батыр жырынан үзінді оқудың отбасылық эстафетасын жыршы Қоныс Жүсіптің отбасынан алып, әлемнің 2 дүркін чемпионы Ардақ Назаровқа және Қазақ радиосының танымал дикторы Мұхаммедали Болатұлының отбасыларына жолдаймыз. Сонда Қобылан сөйледі: жылқы ішінде аламын, қылшық жүнді қарамын, аға менен іні жоқ, жеке туған дарамын. Тоқтар менен аналық, әулие еге ат айтып, қораз даңға қой айтып. Безіп дүние малынан, тірі де безіп жанынан, тілеп аған баламын. Жатпады деп бүгінше, өкпелеме құртқа жан, кемпір шалдың қойнына жатайын деп барамын. Бұл сөз айтып Қобыланды, тобылғы меңді торатпен дөңгелетіп жөнелді.